Сәлем достар, менің есімім Райымбек, және біз сіздермен MySQL деректер қорын басқару жүйесін оқып үйренеміз. MySQL туралы сабағымызды бастамас бұрын, біз негізгі ұғымдар, деректер қоры дегеніміз не, деректер қорын басқару жүйесі дегеніміз не екенін айтып өтейік. Деректер қоры дегеніміз ол өзі атынан да белгілі, яғни ол белгілі бір мәліметтердің жиынтығы. Қандай мәліметтер болуы мүмкін? Ол кез келген мысалға бізге қажет мәліметтер қоры болуы мүмкін. Мысал ретінде біз Лондон Олимпиадасына қатысқан Қазақстан спортшылар тізімін жинауымыз керек болсын. Яғни бізге осындай қажеттілік туды. Біз бұл мәліметтерді жинап, оның қай жерде сақталуын шешіп алуымыз керек. Мен бұл үшін өз папкамда жаңа папка құрамын. Яғни біз барлық мәліметтерді осы папканың ішінде сақтайтын боламыз. Бұл бізге мәліметті жылдам табуға және оның басқа мәліметтерден оңашаланып тұруына көмектеседі. Біз мәліметтерді оңай болу үшін спорт түрлері бойынша бөлейік. Яғни ең біріншісі ол нысана көздеу. Ең бірінші спортшыны аламыз. Бізге мысал ретінде болғандықтан тек біз 3 мәліметті ғана аламыз қазірше. Саны көздеу. Яғни бір спорт түрі. Енді екінші спорт түрін. Ауыр атлетика. Және тағы сол сияқты. Біз көріп отырғанымыздай, осындай мен қазір тек 2 спорт түрін істедім. Дәл осылай бұл жерде 25 спорт түрі бар. Яғни бұл дегеніміз бізде 25 құжат болады. Бұл біздің кішігірім мәліметтер қорының мысалы болды. Яғни бұл папканың ішінде біз спорт түрі бойынша бөлінген мәліметтерді сақтап отырмыз. Ал енді, мысалы бізге тек Лондон Олимпиадасына қатысқан спортшылар ғана емес, бүкіл Қазақстандағы бар спортшылардың мәліметін жинау керек болсын. Онда сіздер түсініп тұрған болуларыңыз керек, онда бізде қанша файл болады? 1000-нан асып кетуі мүмкін. Оның ішінде спортшылардың өзі мыңдаған, жүздегеннен болады. Және осындай мәліметтер қорының ішінен бізге тек Қызылорданың спортшыларын таңдау керек. Және мұнда сіздер тағы да түсініп тұрсыздар. Біз мысалға бұл жерде жүздеген құжат болса, біз оның әрқайсысын ашып, Қызылорда облысының спортшысын жеке құжатқа алып отыруымыз керек. Бұл өте қиын, яғни қолмен өте ұзақ уақыт алатын жұмыс. Сондықтан бізге бұндай мәліметтерді жазуға, оны оқуға, оны оңай өзгертуге мүмкіндік беретін бағдарлама керек. Міне осындай бағдарламаларды деректер қорын басқару жүйесі дейді. MySQL сондай деректер қорын басқару жүйесі болатын бағдарламалардың бір мысалы. Яғни ол бізге қандай артықшылықтар береді. Яғни біз миллиондаған мәліметтерді өте жылдам оқи аламыз, өте жылдам жаза аламыз, және оны басқа бір бағдарламалау тілдері арқылы ешбір қиындықсыз ала аламыз. MySQL өздеріңіз білетіндей, ол веб бағдарламаларда өте кеңінен қолданылады. Яғни PHP мен оны тек PHP тілі ғана емес, Java, C# және өте көптеген тілдермен қолдануға болады. Енді біз MySQL-ді қолданып бастау үшін бірінші MySQL-дің серверін орнатуымыз керек. Оны біз mysql.com сайтынан ала аламыз. MySQL сайтына кіреміз. Жүктелулер бөліміне өтеміз. Енді мұнда бір назар аударатын жағдай MySQL Enterprise Edition және MySQL Community Edition. Олардың айырмашылығы неде? Enterprise Edition ол коммерциялық, яғни оны ақшалай сатып алу керек, және ол Community Editionға қарағанда мүмкіндіктері көп. Ал бізге қазір Community Edition, яғни GPL лицензиясы бойынша таралатын
тегін осы Community Edition бізге жеткілікті. Community Edition. Бұл бетте біз Community серверден бөлек тағы да көмекші бағдарламалардың бар екенін көреміз. MySQL Workbench, MySQL Proxy және көптеген коннекторлар. Коннекторлар бұл басқа бағдарламалық тілдердің көмегімен MySQL мен байланысуға мүмкіндік беретін библиотекалардың жиынтығы. Бұнда бізге керегі MySQL Community сервер. Өзіміздің операциялық жүйемізді таңдаймыз. Енді Windows және жүктеп аламыз. Жоқ. Жүктеп. Өздеріңіз көргеніңіздей жүктелу басталды. Әрине бағдарлама менде компьютеріме жүктеулі, сондықтан да мен орнатуды бастаймын. Конфигурациялық дайындықтар жүріп жатыр. Рұқсат береміз жазуға. Рұқсат береміз. Келісім қабылдаймыз. Міне бұл MySQL бағдарламасын орнату терезесі. Қабылдаймыз. Бұл бөлімді қажет емес. Бұл бөлім интернеттен MySQL-дің жаңартуларын, яғни сіз MySQL-ді жүктеп алған соң біраз уақыт өтсе, бұл жерде сол бағдарламалардың ақырғы версиясын жүктеп алады. Бізге оның қажеті жоқ. Осы бөлімге көбірек назар аударуларыңыз керек. Яғни мұнда біз сервердің түрін таңдаймыз. Developer, жай сервер, жай клиенттік бағдарламалар барлығы немесе таңдауы бойынша. Әрине бізге developer, яғни бұл версия бізге жеткілікті. Яғни мұнда барлық бізге қажет жабдықтардың барлығы бар. Біз бірінші қандай бағдарламалар бізге орнатуға болатындығын қарап көрейік. Яғни MySQL сервер, оның клиенттік бағдарламасы, түрлі IP-лер және Workbench, Notifier, MySQL for Excel, коннекторлар және документациялар. Негізгі бізге сервердің өзі жеткілікті. Біз басқа бағдарламалармен, мысалға Workbench, олармен кейіннен жұмыс жасаймыз. Сондықтан да біз тек қана сервердің өзін орнатамыз. Мұнда назар аударатыны MySQL сервердің өзінің орнатылатын папкасы, бірінші тұрған. Және базалар, яғни мәліметтер қай жерде тұрады, солардың көрсетілулері. Соларды өзімізге ыңғайлы түрде таңдаймыз және келесі қадамға өтеміз. Келесі орнату. MySQL сервер орнатылып жатыр. Міне, негізі біздің барлық қажет құралдарымыз орнатылып болды. Яғни MySQL сервер және оның командалық клиенті. Егер біз программалар тізімін қарайтын болсақ, міне MySQL орнатылып қойған. Келесі қадам бұл өте қажетті қадамдардың бірі болып табылады. Яғни бұл MySQL серверді баптау. Яғни біз ол қандай портта жұмыс істейді, root пайдаланушының паролі қандай болу керек, сол параметрлерді береміз. Міне бірінші қадам мұнда біздің негізгі көрсетілетіні бұл портты көрсету. 3306 ол MySQL жұмыс жасайтын негізгі порт. Яғни сіз оны қалағанын қоя аласыз. Ең бастысы ол порт бос болу керек. Басқа бағдарламалар пайдаланып жатпау керек. Және осы порт үшін firewall-ға рұқсат беру керек firewall-дан. Болмаса ол осы порт арқылы жұмыс жасай алмай қалуы мүмкін. Келесі қадамға өтеміз. Міне root пайдаланушының паролі. Root пайдаланушы бұл барлық құқыққа ие пайдаланушы, яғни ол басқа пайдаланушыларды құра алады, мәліметтер қорын құрады, яғни барлық әрекеттерге құқығы бар. Егер сіз шынайы, яғни оқу мақсатында емес сервер орнатып жатқан болсаңыз, root пайдаланушының паролін өте күрделі қылып беру керек. Ал біз қазір жай ғана оны password ретінде береміз. Міне MySQL бізге ескертіп жатыр, пароль өте оңай. Бірақ оған назар аудармаймыз. Ал мынау бұл MySQL-дің Windows қызметтерінің арасында қалай аталуы. Және MySQL-ды операциялық жүйе қосылған кезде қосу керек пе деген осы жерде көрсетіледі. MySQL 56 деген атты есте сақтап қалыңыздар. Қазір оның не үшін керек екенін
қазір көрсетемін. Баптаулар жүргізіліп жатыр. Баптаулар аяқталды. Міне болды, бізге қажетті MySQL-дің барлық баптауларын жасадық. MySQL толық жұмысқа дайын. Енді біз негізінен MySQL мен командалық жолақ арқылы жұмыс жасаймыз. Яғни командалық жолақ арқылы жұмыс жасауға әрекет жасап көрейік. Командалық жолақта MySQL-дің негізгі командасы ол MySQL. MySQL Windows MySQL деген команданы білмейді. Неге? Өйткені ол MySQL командасын қай жерден іздеу керектігін білмейді. Бізде MySQL Program Files, MySQL сервер. Міне, бұл MySQL сервердің негізгі папкасы болып табылады. Және bin. Міне, осы жерде негізгі бағдарламалар сақталады. MySQL-ды бұл біздің серверіміз. Және MySQL клиенттік бағдарлама. Бізге ең негізгі керектілері осы. Егер біз дәл қазір осы папкаға өтетін болсақ, және осы жерде команда орындап көретін болсақ, міне MySQL клиенті бар. Ал басқа жерде біз бұл команданы орындай алмаймыз. Неге? Өйткені Windows-тың айнымалық ортасында бұл папка көрсетілмеген. Біз оны қолмен көрсетуіміз керек. Яғни компьютер параметры дополнительно переменные среды. Міне осында бізге керегі паз айнымалысы. Бұл Windows-тың командалық жолағына командаларды қандай папкалардан іздеу керектігін көрсетеді. Біз осы айнымалының қатарына MySQL-дің папкасын, яғни bin, біздің командамыз қай папкада, сол папканы көрсетеміз. Мұнда нүктелі өтірге назар аударыңыз, егер ол осы папкалардың арасын папкалардың айырып тұрады. Бізде мына командалық жолақта ол істемейді, өйткені қайтадан кіруіміз керек. Енді орындап көреміз. Парольді қатеттердім. Міне барлығы істеп тұр. Яғни MySQL толығымен жұмысқа дайын. Біз MySQL-дің қай жерге орнатылатынын көрдік. Ол Program Files, MySQL сервер. Ал тағы бір ол яғни бізге тағы бір маңызды папкалардың бірі ол MySQL-дің мәліметтер қоры қай жерде сақталады. Біз соны көруіміз керек. Ол негізінен жасырын папка. Яғни Windows 7-де ол C папкасындағы жасырын папка program data. Соның ішінде MySQL сервер, data. Міне. Бұл негізінен біздің мәліметтер қорымыз. Мысалға біз бір мәліметтердің қорын құрып көретін болсақ, міне. Бірден мұнда папка пайда болды. Яғни бұл мәліметтер қоры тұратын негізгі папка. Әрине оның сақталу жерін өзгертуге болады. Бұл негізінен егерде сіздер шынайы бағдарламаларда қолданатын болсаңыздар, бұл папканы басқа жерде сақтау керек. Және мұнда енді назар аударатын нәрсе ол my.ini файлы. Бұл негізгі конфигурациялық файл болып, ол MySQL-дің негізгі баптауларын береді. Мұнда көріп тұрмыз клиент бөлімі, MySQL бөлімі,
MySQL-D бөлімі. Яғни мұнда негізгі MySQL-дың параметрлері көрсетіледі. Яғни оның порты, кодировка, міне MySQL-дың өзі қай жерде тұрады, мәліметтер қоры қай жерде тұрады, және оның қозғалтқыштар туралы кейін жеке сабақ болады, сол кезде айтылады. Міне мұндағы клиент бөліміне, бұл клиент бөлімі кез келген MySQL-дың серверіне қосылған бағдарлама. Яғни біз PHP-мен қосыламыз, Java-мен қосыламыз, олардың бәрі клиент. Сонымен қатар командалық жолақ та бұл клиент. Бірақ командалық жолақ үшін бұл ерекше бөлім бар, бұл MySQL. Мұнда негізгі кодировка UTF-8 көрсетілген. Ал MySQL-ді бұл сервердің жұмысын баптайды. Бұл MySQL енеді кейін сабақ барысында қажеттілікке қарай түзейтін боламыз. Негізінен егер сіз мәліметтер қоры серверінің администраторы болмасаңыз, бұл файлды көп түзеудің қажеттілігі тумайды. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.